Баршаңызға сәлем оқырмандар. Бүгін сіздерге үй жағдайында мұз балмұздақ жасауды үйретемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Мен қарбыздан мұз балмұздақ жасайтын боламын. Осылай қарбыздарыңыздың жарты бөлігін турап алып, бөлшектеп блендерімізге салып аламыз. Дәнектермен бірге сала берсеңіздер де болады. Ол енді өз еркілеріңізде алып тастасаңыздар да болады. Мен алған жоқпын, себебі қазір ситадан өткізетін болғандықтан. Барлығын турап блендеріме салып алдым. Енді блендерімізбен жақсылап езіп аламыз. Оқырмандар, егер сіз жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта мен жаңа видеолар салып отырған кезде ең бірінші болып көріп отырасыздар. Қарбызымызды блендерді жақсылап езіп алдық. Енді басқа ыдысымызға ситадан өткізіп аламыз. Одан кейін кішірек ыдыстарыңызға осылайынан қарбыздың согын құйып шығасыздар. Маған осындай ыдыс ыңғайлы болғандықтан осы ыдысқа құйып жатырмын. Болмаса, балмұздаққа арналған өзінің арнайы ыдыстарына да құюға болады. Немесе арнайы бір пакетиктер болады, ұзынша келген. Соған құйып, бетін жауып қоюға да болады. Солайынан да мұздатқышта қатыруға болады. Мен осылайынан ыдыстарға құйып алдым да, бетін ылғыздап жауып, бір түнге балмұздағымды қатыруға салып қойдым. Қарбыздан жасаған мұз балмұздағымыз дайын болды. Оны шығарып басқа ыдысымызға салып алып жей береміз. Балаларыңызға осылай табиғи түрде мұз балмұздақтарын жасап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін менің каналыма жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта басқа да жеміс-жидектерден жасалған мұз балмұздақтарын жасап шығаратын боламын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сонымен қатар видеом сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Әлия. Қош сау болыңыздар.